Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат. Және де бүгін біз өткен апта болған барлық қызықты ақпаратпен бөлісетін боламыз. Себебі өткен апта қызыққа толы болған еді. Шавкат Рахмоновтың жекпе-жегі, Қытайда өтіп жатқан сенсацияға толы Азияда, Жәнібек Әлімханұлының болашақ қарсыластары, Канело Альварес пен Джермел Чарло арасындағы жекпе-жек және тағы да басқа ақпараттар. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің Азамат ММА телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы арнада сіз UFC-де тікелей эфирде тегін, яғни бесплатно қарызаңыздар болады. Және де ММА-ден бокс туралы барлық актуалды ақпарат осы арнамызға салынып отырады. Сондықтан сіздерді біздің телеграм арнамызда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен өткен жексенбі Лас-Вегас қаласы T-Mobile аренасында өткен бокс кеші туралы айтып кетейік. Бірінші қазан күні екі абсолютті чемпиондар Сауль Канело Альварес пен Джермел Чарло екінші орта салмақтың абсолютті әлем чемпионы атағы үшін жұдырықтасқан еді. Миллиондаған жанкүйерлер қызыққа толы жекпе-жек күткенімен өкінішке орай бұл жерде екі боксшы пассивті түрде бокстасып, әр кезде Канело басым түсіп жүрді. Және де жекпе-жек ортасында қарсыласын нокдаунға түсірген. Осылайша Сауль Альварес Джермел Чарлоны 12 раундтың нәтижесі бойынша төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жетіп, екінші орта салмақтағы абсолютті әлем чемпионы атағын сақтап қалды. Осы бокс кешінде өнер көрсеткен қазақ батырымыз Бек Нұрмағамбет нигериялық боксшы Абимбола Осундариді үшінші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Ал Абелхан Аманқұл америкалық Джошон Джеймспен 4 раунд жұдырықтасып, төрешілер тең нәтиже берді. Бұл жекпе-жек жайлы біраз айтатыным бар, себебі алдымен 6 раундта бокс болады деген. Кейін жекпе-жек басталуына 30 минут қалғанда 4 раундқа келген. Соның кесірінен Абелханның құрастырған геймпланы жасамай қалып, тең деген нәтижеге жетіп отыр. Сонымен қатар Ташкентте өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Дулат Бекбауов Түркияда өткен IBA Champions Night бокс кешінде кубалық Ронель Иглесиасқа есе жіберді. Ал 2021 жылғы әлем чемпионы Теміртас Жүсіпов ресейлік Эдмон Худаяннан жеңіліс тапты. Баяғы жартас сол жартас демекші, IBA-ның бір әріпін алып тастаса да ештеңе өзгерген жоқ. Бұны Иглесиастың тұрысы да айтып тұрған шығар. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы еркін күрестен алғашқы әлем чемпионы Ризабек Айтмұхан өзінің ММА-ге ауысуы туралы Sports.kz сайтына берген сұхбатында айтқан еді. Мен дар тимде жиі жаттығамын. Шавкат Рахмоновқа күрестен көмектесемін. Шавкаттың жаттығуларын ғана емес, Дамир Исмағұлов, Асу Алмабаев сияқты жауынгерлерге де көмектесемін. Сәйкесінше менде де қызығушылық пайда бола бастады. Әзірге біздің мақсатымыз басқа, болашақта бәрі мүмкін деген еді. Еске сала кетейік, еркін күрестің беделді өкілдері Генри Сихуда еркін күрестен олимпиада чемпионы болып, кейін UFC-де қатарынан 2 салмақтың чемпионы атанған. Ал күрестен біраз мықты белестерге жеткен Дэниэль Кормие қатарынан 2 салмақтың чемпионы атанған еді. Қалай ойлайсыздар, болашақта Ризабек ММА-ге ауысса қандай нәтижеге жете алады? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ризабек Айтмұхан туралы айтқан екенбіз, мына бір қызық фактен өтіп кете алмаймын. Исатай Мади Про ММА подкаст арнасында мынадай қызықты ақпаратпен бөліскен еді. То же самое, только 20 жасқа дейінгі, сонда. И Айтмұхан екінші орын алып финалда ұтылып қалады. Чемпионат Азии. Мир? Жайт, ол емес. Ол финалда иранецке ұтылып қалады. Там хорошо поборется. И вот мен сөйлескен кісі ол кезінде күрестен призер мира болған. И сол Иорданияда сол жерде болыпты, сол көзімен көрген екен, сол кімнің? Айтмұханның реакциясын көрші. Ұтылғанда анау иранец күрес шыққаннан кейін, бәрі полностью всего себя оставил, и 15 минут просто тұра алмай жатқан ғой. Чуть ли с ковра его вот так не утащили. После схватки с Ризабеком, короче. Анаған қарағанда Ризабек айтады екен, айтқан, короче, примерно осындай сөз, уже дословно ұмытып қалдым, но смысл есімде де, мыналарды ұтуға болады екен ғой. Все айрам мен. Бұларды енді айрам деп айтқан ғой, короче. Прикинь, тогда месяц назад в его голове вот так что-то повернулось. UFC-дің аса жеңіл салмағында өнер көрсететін Қазақстанның жұлдызды жауынгерлерінің бірі Асу Алмабаев осы жылы жекпе-жек өткізбейді. Себебі жаттығу барысында қолына жарақат алған болатын. Ал бұл жарақаттан қайта оралуына 3-4 ай кетеді. Сондықтан тезірек жазылып кетуін тілейміз. Дұғада болыңыздар.
Шавкат Рахмонов пен UFC 296 турнирінде жекпе-жек өткізетін Стивен Томпсон қарсыласы туралы былай деген: жанкүйерлер оның жеңілмегенін 100% көрсеткішін көріп, онымен ешкім шыққысы келмейді деп айтады. Сондықтан мен бұл жекпе-жекке келіскем. Егерде Шавкат жеңсе, біздің жекпе-жектен кейін ол Эдвардспен немесе Ковингтонмен титул үшін жұдырықтасуы керек. Жеңіске жетсе, бұл мүмкін болады деп ойлаймын. Ал мен жеңсем, тағы да бір титулдық жекпе-жек үшін мүмкіндікті асыға күтемін деген болатын. Және де өзінің берген сұхбатында UFC ұжымы Стивен Томпсонға екі жекпе-жектің гонорарын ұсынып отыр екен. Сондықтан Томпсон Шавкатпен жұдырықтасуға келісімін берген. Шавкаттан алыс кетпейік. Дартим командасының бас бапкері Азиз Разыев бұл жекпе-жек жайлы былай деген: Шавкат ұзақ уақыттан бері Томпсонмен жекпе-жек өткізгісі келді. Бұл керемет жекпе-жек болады деп ойлаймын. Енді Шавкат қарқынды жаттығу кезеңіне өтеді. Жекпе-жекке дайындалу үшін жақында ақш-қа аттанатын шығар. Бапкер ретінде Шавкатқа Томпсон қарсылас болатынына қуаныштымын. Ол Гасломге қарағанда жауынгер ретінде тұрақты, онымен тәуекел аз. Томпсон салмақ жасап, көпшілік күтетін жекпе-жек міндетті түрде өтеді. Бұл шайқас Эдвардс Ковингтон титулдық жекпе-жегімен бір картта өтуі бәріне қызық. Бұл Шавкаттың мақсатына бір қадам жақындағанын білдіреді. Ең бастысы Томпсоннан өту деген болатын. Қалай ойлайсыздар, Шавкат Томпсонды жеңе ала ма? Комментарийге өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Жәнібек Әлімханұлы кәсіпқой бокстағы 15-ші жекпе-жегінде WBO және IBF титулдарын біріктірмек. Еске сала кетейік, 14 қазан күні Қазақстайл ақштың Розенберг қаласында IBF чемпионы Винченцо Гуальтериге қарсы жекпе-жек өткізеді. Бұл бокс кешіне 2 апта қалды, сондықтан өткізіп алмаңыздар. Айта кететін жайт, біздер Жәнібек Әлімханұлы жайлы арнайы видео шығарған болатынбыз. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Ал біз жалғастырамыз. Қытай елінде Ханчжоу қаласында 19-шы жазғы Азия ойындары өтуде. Қазақстан құрамасы біраз жүлделерге ие болған. Дегенмен біз өзімізге қызық бокс жайлы айта кетейік. Ең алдымен 2021 жылғы әлем чемпионы Токиода өткен Олимпиаданың қола жүлдегері Сәкен Бибосынов 51 келі салмақтың ширек финалында Хасанбай Досматовпен кездесті. Тартысты шайқаста Сәкен Бибосынов төрешілердің шешімімен өзбек боксшысына есе жіберді. Алайда бұл жекпе-жек туралы айтатын біраз әңгіме бар. Ең алдымен бірінші раундта болған нокдаунды бас төреші есепке алмаған еді. Не үшін екені түсініксіз, себебі дәл соққылармен Сәкен Хасанбайды таза нокдаунға жіберді. Екіншіден, төрешілер бірінші раундты өзбек боксшысына 5-0 есебімен берген еді. Не үшін берілді? Қай жағында өзбек боксшысы басым болды? Түсініксіз. Ары қарай екінші және де үшінші раундта қашып жүрген Хасанбайға әрдайым 10-9 есебімен раундтарды төрешілер санап отырды. Бірақ дәл және де ауыр соққыларға көңіл аударсақ, Сәкен барлық жағынан басым түскен. Осыдан соң 80 кг салмақтағы әлем чемпионы Нұрбек Оралбай қытайлық қазақ Тоқтарбек Танатханға есе жіберді. Бірақ бұл жерде бір затқа мән беруге болады. Нұрбек қарсыласын такза нокдаунға жіберіп, бас төреші бұны есепке алды. Алайда бұрыштағы төрешілер Нұрбекке 10-8 есебімен раундты берудің орнына 9-10 есебімен қытайлық боксшыға берді. Солай екі төреші Нұрбекке 29-28 есебімен жекпе-жекті берсе, үш төреші 30-27 есебімен Танатханды жеңімпаз қылды. Бұндай сұмдық жағдайдан соң Қазақстан бокс федерациясына қандай да бір шешім қабылдана ма деп миллиондаған қазақ боксының жанкүйерлері күткенімен ешқандай қимыл болған жоқ. Келесі күні тағы да бір әлем чемпионы ұлттық құрамның басты жұлдызы Махмуд Сабырхан корейлік Отебомға есе жіберді. Бұл жерде де нағыз сенсация болды, себебі бірінші раундта төрешілер 1-4 есебімен корейлік боксшыға берді. Бірақ не үшін? Корейлік боксшы не істеді? Бұл раундта Махмуд қарсыласынан басым түсіп, дәл соққылармен алға шыққан. Екінші раундта Махмуд толығымен қосылып доминантты өнер көрсетті. Алайда 5 төрешінің екеуі жеңісті корейлік боксшыға берді. Қайтадан сұрақ, не үшін? Бұл раундта көптеген тәуелсіз төрешілер 10-8 есебімен жауып отырды. Ал Азиядадағы Шри-Ланка, Бангладештік төрешілер Махмудтың көрсеткен керемет өнерін дұрыс бағаламай отыр. Үшінші раунд жақын болғанымен Махмуд қайтадан басым түсіп, дәл және де ауыр соққыларды тигізіп жүрді. Бірақ 2-3 есебімен бұл раунд корейлік боксшының есесіне қосылып, жеңіп тұрған жерден Махмудтың жеңісін тонап кетті. Және де бас төрешіге сұрақтар пайда болды. Жекпе-жек барысында корейлік боксшыға 7 рет ескерту жасалды. Себебі боксшы күресетін адам құсап Махмудтың басын әрдайым құшақтап алып жібермей жүрді. Не деген опасыз жағдай деймін да? Ал Қазақстан бокс федерациясы мен бас бапкерлер бұл жағдайларға қатысты ешқандай протест берілмейтінін айтты. Бұндай шешімдерге қарамастан ұлттық құраманың капитаны Асланбек Шынбергенов әр қарсыласын қиындықсыз сындырып келеді. Соның бірінде ширек финалда 67 кг салмақтан әлем чемпионы атанып Дулат Бекбауовты жеңген өзбек боксшы Асахуджа Мойджохуджановты қатардан 3 нокдаунға түсіріп, соңында нокаутпен жеңген болатын. Солай Асланбек Шынбергенов жартылай финалда япондық Севон Оказавамен жұдырықтасады. Капитанымызға сәттілік тілейміз.
92 кг салмақ дәрежесінде өнер көрсететін қатарынан 2 жекпе-жегінде нокаутпен жеңіске жеткен Сағындық Тоғанбай жартылай финалда қытайлық Суэджен Ханмен жұдырықтасып, төрешілердің шешімімен 0-5 есебімен есе жіберді. Солай Сағындық 92 келі салмақта қазақ елінің қоржынына қола медалін қосып отыр. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, артқа тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.